Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамы бешбармақтың рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Салқын суымызға етімізді салып, қайнауын күтетін боламыз. Қайнап бастаған сәтте осында бетіне көбіктер шығады. Осының барлығын алып тастауға тырысамыз. Мен қой етін пайдаландым. Өзіңізде қандай ет бар, соны қолдана берсеңіздер болады. Енді бір пиязды бөлмей осылай саламын және бір ас қасық тұз салып, жай отта қайнататын боламын. Осы сәтте болгар бұрышында салып жіберсеңіздер болады. Мінекей сорпамыз жай қайнап жатыр. 2 сағат, 2,5 сағат көлемінде қайнататын боламын. Құйрық майды 40 минуттан кейін алып тастасаңыздар болады, себебі езіліп кетеді. Сондықтан жарты сағат 40 минут көлемінде қайнаған соң құйрық майды бөлек алып қоямыз. Етіміз пісуге жақын. Осы кезде мен картопымды, сәбізімді салып, тағы да жарты сағат 40 минут қайнататын боламын. Барлығы піскенше оған дейін тұздық дайындайтын боламын. Бір пиязымызды алып, жұқалап турайтын боламыз. Жұп-жұқа етіп турасаңыздар, сіздің тұздығыңыз әдемі болып шығады. Бөлек ыдысымызға еттің майы мен сорпасын қоса отырып, осы пиязымыздың үстіне салатын боламыз. Мен бөлек қайнатпаймын тұздықты, тек қана 2-3 рет ыстық сорпаны ауыстыра отырып, пиязымызды жаңағы жібуін қадағалаймын. Қайнатсаңыздар да болады, қайнатпасаңыздар да болады. Біздің картопымыз пісті, оны бөлек ыдысқа алып аламыз, себебі езіліп кетеді қайнай берсе. Ендігі кезекте қамырымызды жаятын боламыз. Қамырдың үйлеу жолын түсірген жоқпын, өйткені менің арнамда әмбебап қамырдың видео бар, содан қарап көріп алсаңыздар болады. Төменге сілтемесін тастап кетемін. Оқтаудың көмегімен дөп дөңгелек етіп жаямыз. Тек қана шеткі бөліктеріне салмақты сала отырып жаятын боламыз. Арасында ұн себе отырып, осында етіп шұққа да емес, өте қалың да емес, орташа көлемде жайып алатын боламыз. Бешбармақтың наны дайын болды. Енді етімізді бөлек ыдысқа сүзіп алып, нанын сала берсек болады. Сорпаңыз міндетті түрде қайнап тұруы қажет. Маған осында етіп кескен ұнайды. Өзіңіз қалай кесесіз, дәл солай жаңағы сорпаңызға сала берсеңіз болады. Араластырып тұруды ұмытпаңыздар, себебі қамырыңыз бірігіп кетеді. Барлығын салып болғаннан кейін бір қайнаса, біздің нанымыз піседі. Дереу оттан алып, сүзіп, жаңағы ұсынатын табағымызға саламыз. Еттерімізді ұсақтап, осы нанның үстіне қоятын боламын. Достар, егер менің видеом ұнап жатырса, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сәбіздерімізді айналасына қойып аламыз. Картоптарымызды барлығын осында етіп
әдемілеп қойып шығамыз да бетіне тұздығын салатын боламыз. Мінекей сонымен біздің бешбармағымыз дайын. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Замира.